Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 25-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөз деп аталады. Бұл сабақта сен мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндайсың, қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажыратасың. Балалар, өткен сабақта біз сөз дыбыстан құралатын, ол белгілі бір мағынаны білдіретін білдік. Сөздер мағынасы қарама-қарсы сөздер, мағынасы жуық сөздер және көп мағыналы сөздер болып үшке бөлінеді екен. Мына қарындаштарды салыстырайық. Ақ, қара, қысқа, ұзын, жуан, жіңішке екен. Осы жердегі балалар, ақ, қара, қысқа, ұзын, жуан, жіңішке деген мағынасы қарама-қарсы сөздер екен. Енді бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқиық. Ақ нан неге ақ? Нан дүкенінен келе жатып, ер жігіт апасына тосын сұрақ қойды. Апа, ақ нан неге ақ? Қара нан неге қара? Бұл ұнға байланысты ма? Әлде? Дұрыс таптың балам. Ұн әртүрлі. Ақ бидай ұны да, қара бидай ұны да болады. Ақ бидай ұнынан ақ нан, қара бидай ұнынан қара нан пісіріледі. Балалар, бұл мәтін өлең бе, әлде әңгіме ме? Мәтінде не туралы айтылған? Мәтіннен мағынасы қарама-қарсы сөздерді тауып айт. Екінші жаттығу, көркем жаз. Білікті диқанның егіні бітік. Үшінші жаттығу, өлеңді жатқа жаз. Қарамен берілген сөзге мағынасы қарама-қарсы сөзді тап. Нан. Ерте тұрып таңнан пісірді апам ақ нан. Кетер емес әлі таңдайымнан дәмі. Төртінші жаттығу, суреттегі көкөністердің таласын диалог арқылы жүзеге асыр. Бесінші жаттығу, жұмбақтың шешуін тап. Жұмбақты шешуімен бірге көшіріп жаз. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Қарамен берілген сөзге мағынасы қарама-қарсы сөзді тап. Алтыншы жаттығу, жаңылтпашты оқып, жатқа айт. Торта қойдым, орта қойдым. Орта қойдым, жорта қойдым. Жарайсыңдар балалар. Енді жұмыс дәптеріміздің 25-ші сабағындағы 2-ші, 3-ші, 5-ші жаттығуларды және шығармашылық тапсырманы орындайық. Жарайсыңдар, іске сәт.